Сәлем достар, 7-ші сынып алгебрасының 490-ға арналған бірінші BJB-сінің екінші нұсқасын қарап жатырмыз, және бұл А деңгейі. Б деңгейі де біздің арнамызда, сондықтан каналға тіркеліңдер, қоңырауды басып қойыңдар. Сонымен бұл жерде 3 тапсырма, бірінші және екінші тапсырмаларда қосымша 2 тапсырмадан болады. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Келесі алгебралық бөлшек үшін бірінші айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды, және айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні 0-ге тең болады. Асын қарастырып көрейік. 2х минус 8 бөлінген 4х қосылған 12. Енді бөлшектің мәні анықталмайды дейді. Анықталмайды деген сөз 0-ге бөлуге болмайды. Қай кезде 0-ге болмайды? Сонда 4х қосылған 12 0-ге тең дейміз да, теңдеу шығарып аламыз. Сөйтіп x-ті тауып аламыз қазір. 4х тең болады минус 12, өйткені 12-ні оң жаққа өткіземіз ғой. Сөйтіп екі жағында 4-ке бөлеміз. 4-ке сөйтіп қысқартқан кезде x тең болады минус 3-ке. Сонда мына x-тің орнына қазір минус 3-ті қойсақ, 4 көбейтілген минус 3 минус 12, минус 12 қосылған 12 0-ге айналып кетеді. 0-ге бөлуге болмайды деп айтамыз біздер. Анықталмаған. Сондықтан осы x-тің мәні 3-ке тең болғанда бөлшектің мәні анықталмайды дейміз. Бүйтіп жазып қоямыз. X тең емес 3 деп жазамыз. Келесі екінші тапсырма, айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні 0-ге тең болады. Енді керісінше, мына бөлшектің мәні қай кезде 0-ге тең болады дейді. Ол үшін біздер, мына бөлшектің мәні қай кезде 0-ге тең болады? Ол үшін біздер бөлімін 0-ге теңестіреміз. Өйткені 0-ды санға бөлуге болады. Сонда x-ті біздер қазір тауып алайық. Тең 8 дейміз, 8-ді оң жаққа қарай өткіземіз. Екі жағында 2-ге бөлеміз, қысқартамыз. Сөйтіп x-ті тауып аламыз. X тең 4 болады. Сонда айтамыз, x-тің мәні 4-ге тең болғанда, мына өрнек бөлшектің мәні 0-ге тең болады. Бірінші тапсырма осылай болады. Келесі амалдарды орындаңыз. Біріншісін көшіріп алайық енді, жеке-жеке әрқайсысын шығарамыз. Енді мына жерде a бөлінген a қосылған b. Енді барлығы A-дан басталу үшін, мына жерде байқасаңдар, B минус A деп тұр. Сондықтан оны орнына ауыстырайық. A минус B деп. Бірақ азайғыш екеуі азайтылып жатыр ғой, орындарын ауыстырған кезде алдына минус шығады. Сосын мына алдында тұрған минуспен олар плюсті беріп жібереді. Бірден осылай жазып қояйық. Минус 2AB бөлінген. Мынау формула енді. A квадрат минус B квадрат. Оны бірден былай жазып қояйықшы. A минус B A плюс B деп бірден осылай жазып қояйық. Тең. Ортақ бөлім осы A минус B, A плюс B болады. Квадраттарының алымы осылай ашылады. Қосымша көбейткіш мұнда A минус B барады. Мұнда A плюс B барады. Мұнда 1 барады. Сонда мынау енді жақшада ғой бізде. A-ны A-ға көбейтсек A квадрат болады. A-ны B-ға көбейтсек минус AB болады. B-ны A-ға көбейтсек қосылған AB болады. Сосын B-ны B-ға көбейтсек қосылған B квадрат болады. Ары қарай минус 1-ді енді 2AB-ға көбейтсек, ол 2AB. Сондықтан минус 2AB болады. Ал енді ықшамдайық. Байқасаңдар, мына жерде минус AB мен плюс AB жойылып кетеді. Қалған көшіріп алайық. Ол A квадрат. Минус 2AB-ны мен мына жерге жазып қояйын былай. Сосын қосылған B квадрат қалды. Бөлінген A минус B, A плюс B болады. Енді, мынаны байқаңдар өздері. Мынау формула ғой. Ол A минус B-ның квадраты. Сонда, не байқап тұрсыңдар? Ол әрине мына жақшылар қысқарады. Квадрат деген сөз, одан екеу, яғни A минус B көбейтіледі. Сондықтан квадратын өшіреміз де, мынау біреу жойылады. Сонда A минус B қалады. A плюс B. Міне осылай ықшамдалады. Екіншісін қарайық. B. X қосылған 2 бөлінген. Мына жерде енді ықшамда жіберейікші бірден осыны. X квадрат минус 2x қосылған 1 деген, ол x азайтылған 1-дің квадраты болады. Көбейтілген x квадрат минус 4 деген, ол былай болады. Так, жарайды, мен мына жерге 3x минус 3 деп көшіріп алайын, және x квадрат минус 2 квадрат деп қойын. 4-ті 2 квадрат деп қойын әзірше. Көбейтілген екінші бөлшекті бірден орнына ауыстырайық. Мынау үстіне кетеді, 6y астына кетеді. 6y дейміз.
ал мына жақта x квадрат минус 1 квадрат деп мен былай жазып қояйын. Ары қарай x қосылған 2, x минус 1-ді көшіреміз. Көбейтілген, мына жерде 3-ті жақшаның сыртына шығарамыз, мына жерде 3 көбейту 1 ғой. 3-ті жақшаның сыртына шығарған кезде ішінде x минус 1 қалады. Бөлінген. Ал мына қысқаша көбейту формуласы x минус 2 болады, және x плюс 2 болады. Көбейтілген. Мынау да қысқаша көбейту формуласы квадраттардың алымы, иә. Тура мынау сияқты x минус 1, x плюс 1 деп ашылады, бөлінген 6y. Ал енді, немен не қысқарады? Мұқият қарайық. X плюс 2 мен x плюс 2 қысқарады. X минус 1 мен мына x минус 1-дің квадраты ғой, 2 ғой, квадратын өшіреміз. Сосын мына x минус 1 тағы да мына x минус 1 мен кетеді. Қалғанын көшірейік. Мына 3 пен 6 қысқарады екен. Мына 3 пен 6 қысқарса, онда 2 қалады. Қалғанын көшіретін болсақ, x плюс 1 қалады. Сосын x минус 2, 2y қалады екен. 2y және x минус 2. Міне, b есебіндегі жауап осылай болады. Келесі, өрнекті ықшамдаңыз. Бұл жерде былай жасайық. X, мынаны бірден x квадрат тең деп жалғастырып кете бересіңдер ғой мына жерден. X минус y деп бірінші формуланы бірден ашып тастайық. X минус y, x плюс y бөлінген x минус y дейміз. Сосын азайтылған. Мына формула кубтарының айырымы, сондықтан формула бойынша x минус y болады. X квадрат қосылған xy қосылған y квадрат. Осыған бөлеміз. Және мына жерде x минус y, x плюс y болады. Не осылай. Ал енді қарайық, немен қысқартуға болады? X минус y кетеді, x минус y кетеді. Мында бір қалады. Олай болатын болса, тең дейміз. Ортақ бөлім енді мына жерде былай болады. X қосылған y болып кетеді. Мына жерге қосымша көбейткіш x плюс y барады. Сонда мына x плюс y пен мына x плюс y, олар x плюс y-дің квадратын береді. Қалған көшіреміз. Мына жерше жақшада бола тұрсын. Қосылған x, y, қосылған y квадратны. Тең мына жақтан жалғастырамыз. Мына формуламен ашайық. X квадрат қосылған 2xy қосылған y квадрат минус x квадрат минус xy минус y квадрат. Ал бөлінген x плюс y. Тең. X квадрат пен x квадрат кетеді, y квадрат пен y квадрат кетеді. 2xy азайтылған xy жай xy болады. Бөлінген x қосылған y. Міне осылай ықшамдалады. Достар, A деңгейінің екінші нұсқасы осылай болады. B деңгейінде біздің арнамыздан қарап көрсеңдер болады. Каналға тіркеліп қойыңдар.